маусымның 18-інде кешкі киізден жасалған бір бас киім болды, айыр қалпақты бас киім, ол кеме сияқты болып көрінді. Сосын кеменің ішінде қазақтың киіз үйі болды, есіктер ашылып жатты осындай көріністе. Сосын кейін тынық мұхитта бір жарылыс болады деп солай келді. Жұлдызбен байланысты ма екен, солай келді. Мұхиттың үстінде ма? Анау кеме жарылады деген Аманбайға түсті ғой. Көк несі бар ғой жарылады деп. Газ таситын кеме ма, әйтеуір жарылып қойдыңдар. Сосын жер кіндік деп солай түсті, осындай болады екен. Осының ішіне көптеген қазақтың жылқылары үйір-үйірімен осылай кіріп ар жағына өтіп жатты. Осындай көріністе болды. Бүгін зікірде Сазбалшыққа бірнеше адамдардың батып бара жатқанын көрсетті. Сосын зеңбіректер тұр, қатар-қатар сол кезек-кезегіменен оқ атып жатқанын көрсетті. Соғыстың болатынын көрсетіп отыр. Біраз жерде соғыс бар, әлемде соғыс, енді соғыс қашан Алла Тағала осылай сынақтар өтті. Сондықтан соғыс болмау үшін біз сөзімізді үзеу керек та, ешкімге жамандық жасауға болмайды. Екі ортаны ұстау керек, өзімізді үзеу керек. Сонда ғана әйтпесе ол Құдай сынақ салса, кім біледі қай жерде соғыс болады. Сосын жазушы ақындардың беделіне нұқсан түседі деп салды. Сосын тағы бір көріністе ақсақалды ақсәлде ораған бір ақ киім киген бір қария кісіні көрсетті да, бір аты Шанти деп салды. Соған қарағанда бір Үндістанның сол жақтың адамы сияқты. Әрине, енді қарасаң, қазақта осында қаншама байлықты, мына дәстүрін қорғай алмаған ақын жазушым деген ол опасыздық та қазір. Қарасаң, барлық сөзді, әруақ деген сөзді қор қылып, быт-шыт қылып, 30 жылдан бері жас балдарға мазақ қылып қойып. Әруақ деген Алланың оң қолы ғой. Енді осы әрбір сөзді, барлық сөзді қарасаң, мына ақын жазушылар емес пе сол сөзді қорғайтын. Қайда сөздің бәрін сол жаққа беріп қойып та, өздері соған көмектесіп жатыр. Біреуінің жаңағы жөні жоқ. Әйтпесе аттарының өзі қараңыз, жаңағы Смағұл, Елубай, Пәленше, Түгенбай, Ұлықбай, Есдәулет деген не деген масқара, Құранды оқымай ма? Құранда тұр ғой. Жетімде әкесімен, бұлардың жетім емес әкесі бар ғой көбісінің. Көбісінің әкесі бар, әкесімен шақырыңдар деп тұр ғой. Әкесімен қадай шығады? Атын атап бола алмайды, ұлы деп шақырады, оп деп шақырады. Осының қалып арасынан жастарға алауыздық салып, соған күреспей, осындай жағдайға жеткізіп отырған ақын жазушылар осылар. Ғылымдар қоғамы. Кеш жарық Қайназар ата мен Жамбыл ата белгісіменен тордың ішінде қаздар, аққума деген, бірақ қаз екен, сол қамалып тұр, қиналыста, білмеймін, сондай бір көрініс болды. Сосын үйілген шөптер 3-4 жерде әдем болып үйдің орындай болып тұр, үйіліп тұр. Мал қора тұр. Мал қораның жылқыныкі екен біреуі, бірақ жылқылар жоқ. Ері дейді ғой, ер тоқым дейді ғой, несі сол қораның нелеріне іліп қойып, сондай тұр. Сосын екінші қорада сиыр малы толып тұр, олар тойып тұр, сондай неге шөпте, сондай көрініс болды. Сосын өңештерге дем түсті, өңештерден бір ауалар болады ғой, сондай секілді көп ауыз арқылы шығып, бүгін сондай. Сосын қуыққа дем түсті жатырға. Сосын ұзын сарыда төлеңгітке сын деген сондай бір не келді. Ұзын сары деген Наурызда айтады ғой. Наурызға келсе онда көрмесін деген кім біледі оның қандай жағдай болатынын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асақам көререкше мейрамды Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көрініс не көл, не теңіз аппақ болып алыстан қарап тұрып, ар жағынан үлкен қала көрінді. Қаланың ар жағында таудан да аппақ жарқыраған су келді, қаланың ортасын қақ жарып шайып кетті. Соны таңғап сұрағанда
Лас-Вегас. Лас-Вегас. Лас-Вегас қаласы. Иә, қаласы деді. Осындай көр, сосын Парижді көрсетеді. Париждің тура ортасына су өтіп жатыр. Қарап, тасқын су қарап отқанда жартылай жалаңаш әйелдер трубаны, ана су ағатын трубаға сорып кетіп жатыр, сондай көрініс. Содан кейін Австрия елінде де сондай көріністе. Содан кейін көрсеткен Австралия, түсінбедім, кенгур менен түйеқұс қатарласып қашып келе жатыр. Неден қашты десем, сондарына от сол шарпып отыр, үстіңгі жағы қара түтін. Жаңағы таңғалғаным, қара түтін кейін қайтқанда артқы жағындағы отын сөндіріп отыр, сондай. Сондай. Сосын Африка елінде шөп шықпаған жерлерін шөп шығып отыр. Осындай көріністе. Содан кейін Жапон елін көрсетті. Таудың басынан сел құлап келе жатыр. Өңгелді Алланың несімен. Егер несі аман қалады, қаланы жоқ қылады. Содан кейін Пакистан, мынау солтүстік Корея мен оңтүстік Корея, солтүстіктен ағып атқан өзен, жаңағы екі елдің де, мынау тасығанда екі елдің де халықтарына зиян келеді. Содан кейін Пакистан елін көрсетті. Пакистан елінде бір тағы да бір ауру өршіп жатыр, сондай көріністе. Бірақ адамдардың бәрі әскери неде. Или өздері бірдеме нетіп алды ма, сондай бір түсініксіз. Мұна Америкада маймыл оспасына дей ма? Сосын шек әлде осындайға, ана Америкада бар ана әскерлерінің сол қызмет жасаң бәрі солар өздері екпесін алған екен. Енді сол ауруды, сол енді ол да қолдан таратады да, мына коронавирус сияқты, сосын айналып келгенде оны алатағы өздеріне сынақ қылады. Осындай қазір, осындай сынақ бар, Құдаймен соғысып жүріп жатыр ғой. Қазір әлем Құдаймен соғысып жатыр. Мына Тоқаев билігі де Құдаймен соғысып жатыр, біздің Москва арқылы. Құдаймен соғысып жүріп жатыр. Ол біздің соғысымыз енді бөлек, олардың соғысы бөлек. Енді еврейлер де Құдаймен соғысып жатыр. Құдай деп отыр, Құдаймен сөйлесіп жатыр. Енді айналып келгенде бұл Европа, мына ақш мұның бәрі Құдаймен соғысып жатыр. Құдаймен соғысқан қиратып жатыр, көрсетіп жатыр, соны тоқтамайды да. Сондықтан мына қазақтан қазір құрылу керек осы мына әлемдік тұрғыда. Осындай құтқарушы әрі ескерту керек та. Міне Жапония осындай келеді. Оған не істеуге болады десе, солар амалын міндетті түрде жасайды. Амалын жасаса, олар құтқарады, сол кезде бар қазақ иман келеді да. Құтқаруға болады деген ғой деп. Өзімізде бар, болмаса түсінбейді. Көрдің бе, қазірген соны ең болмаса былай қылуға болады. Мына әкімдіктерге, мысалы бізге екі облыстың әкімдіктің беріп, не қылатын болса, сол әкімдікпен жұмыс істесек, сол әкімдіктер бізден бірінің хабармен жұмыс істейтін болса, сол облыс көп нәрсені аман қалады. Сөйтіп тәжірибе жасап болады. Немесе мектептерді бір ең жаман деген мектеп класстарды берсінші, сол мына сендермен жұмыс істесек, нақты жұмыс істесек, сол классы озат оқушылар шығады сонан. Оқымайды деген балдардан. Тәжірибесі ғой, бірақ оған қорқақ. Оған біздің ақыл жетпейді, оған қорқақ. Сосын ақыл неге жетпейді, сонан қорқады. Олар түсінеді өздерінің останғана, өздерінің абыройларынан, атақ дәрежесінен кем қалады. Сонан қорқады. Басқа жолсы айтпесе, қазір дайын тұр ғой, қазақта тұр ғой. Тәжірибе жасауға болады мінекей. Ашықтан ашық. Кеше тәжірибе жасады ғой, мынау алыптан не жақта, Маңғыстау жақта жауын жауып қаншама жерді суалып. Неге енді ана жол арқылы тәжірибе жасамайды сұрап? Қалай дұрысы, қалай деп? Қалай шөп шығаруға болады? Қалай осындай? Ана қазір өрт болады деп шығыста. Тоқтатуға болады тәжірибе жасап. Не қарап отыр сонда? Мінекей болсын бәрі айналып келгенде сол құдайсыздық. Осы бүгін қалды. Жақсы қалды. Бүгін маусымның 21-і кешкі зікір. Ордаға жалаңтөс батыр келді, найзасымен орданы аластады, қаралы сылып түсірді. Алла тағала адамдарды еркек және әйел қылып жаратқан соң, әр жыныс өзіне лайық болуға тиісті. Еркек қандай жағдайда еркек болуға ұмтылуы керек. Қазір еркектер ұсақталып кетті. Еркек болуды қызға бару деп есептейді. Еркек болу халқыңа қорған болу, олардың бейбітшілігін қамтамасыз ету. Әкем Сейітқұл ең жоғарғы дәреже аталық деген атқа өз еңбегімен қол жеткізді.
Сол үшін қазақ пен өзбектер арасында қадір құрметке ие болды. Моңғолдардың тепкісінен өзбек халқын құтқаруда үлкен әскери әдістерді қолданды. Мені де әскери әдіс тәсілдерді меңгеруге баулыды. Бір сөзбен айтқанда, еркектің жүрегінің түгі болу керек. Өзіңді өзің қамшылап, үрей қорқынышты жоқ қылып отырсаң ғана алға ұмтыласың. Алдыңа өмірлік бір мақсат қоюың керек. Қысқа ғұмырда өзің үшін өткізбе, басқаларға пайда тигізуді үнемі жадыңда ұста. Қазір еркектердің көбі сақталып кетті. Бұл оларға берілген осы қоғамдағы баға десе де болады. Осы аттан еркектер құтылуға күш салуы керек. Заманды еркектер өзгертеді. Өзіңнен, өз жанұяңнан баста, сонда ғана қоғамға үлесіңді қоса аласың, деп кетті Жалаңтөс Баһадүр. Бисмиллахиррахманиррахим. Маусымның 22-сі ақшам зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Сүйінбай ата ордасында ұзыннан ұзақ дастархан жайылып тұрды. Дастархан басында танитындардан Аманжол аға және Гүлзияның мамасы. Қалғаны үлкен кісілер, бәрі қалың киіммен отырды. Солардың арасында екі қайным болды. Олардың басы жалаңбас, шолақ жен көйлекпен отырды. Оларға қарап, бұлар біздің ордаға неге бас киімсіз кіріп кеткен деп жатырмын. Одан кейінгі көріністе жәнәдан жерге егілген екі тал ағаш көрінді. 7 атадан жалғау үзілсі, тамырын жаю өте қиын. Тал бесіктен жер бесікке тамыр жайса, 7 атаның біріккені болып саналар деген көкейге үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 23 маусым таңғы зікірден ақпарат. Балбал тас көрінді. Оның денесі мен басының арасында кішкене бөлінген сызық болды. Ол сандықтың беті ұқсап, сәл ашылайын деп тұрды. Балбал тастың ішінде құпия сыр бар деді. Көптеп балбал тастар табыла бастайды. Олардың ішінде сыр сақталған деген үн келді. Келесі ақпарат. Ақтанберді жырау ата белгісімен өзінің жыр жолдарын салды. Иманы ұрып бойларды, жанып тұрса ұрпағың, бақытыңның жанғаны. Қайыры жоқ иілмей, кегжиіп тұрса ұл қызың, сорыңның қайнап қалғаны. Алдыңа сәлемін салып келінің, алдыңа келсе иіліп, үмітіңнің жанғаны. Сүйіп алған жан жарың, бетпақ болып кезіксе, өмірдің болмас бір мәні. Ағайын туыс жиылып, сұрасып тұрса амандық, адамның болмас арманы. Еңіреп келіп алдыңда, елімдеп тұрса ерлерім, көңілде сенім болғаны. Бәрін айтта бірін айт, қанағат кетсе ұрпақтан, шырағыңның сөнгені. Кезіп жүріп жұмыр жер, хақтың барын сезбесең, мына өмірдің жалғаны. Сүйінбай ордасы 22 маусым зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Сәуле апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Күлгін түсті көрсетті, одан кейін үлкен бір жүректі көрсетті, суретке салынған. Жан жағында қып-қызыл ұсақ жүректерді көрсетті, айландыра. Одан кейін құстардың неше түрін көрсетті, әсіресе торғайларды. Одан кейін Х әрпін көрсетті. Марқакөл өңірінде өрт бөлуі ықтимал деді, одан сақтану керек деді. Одан кейін Алтай қаласында жер сілкінісі болады деді. Ал Өскемен қаласында ешқандай қатер күтіп тұрған жоқ, барлығы жақсы болады деді. Гүлнар. Бисмиллахиррахманиррахим. Жолбарыс пен арыстан орданың ішіне кірді. Екеуі бір-біріне кекшілдікпен қарады. Одан ордада зікір үнімен құйын айналып тұрды. Оның арасынан ағашқа шегеленген Иисус Христос көрінді. Одан кейін үлкен қыран құс ұшып келді. Түктібай ата қобызымен бәрімізді тазалап өтті. Одан ірі қара сиырлары көп көрінді. Ірі қара малына індет келет, қауіп бар деді. Одан кейінгі көріністе көш керуені көрінді, көп түйелерге
жүк артылған келе жатты. Барымыздар маусымның 21 күні таңызы келген хабар жерлеріміз ау. Бір таудың үстіне көктен бір жап-жарық жұлдыз түсті. Түскенде сол таудың бетінде тауға тиер-тимес болып тұрды. Сосын кейін бір әулие атаның басы табылады екен. Сондай зияраты ол көріністе сол ана Баянбай ата жақтағы сол жақтағы табиғат көрінісіне ұқсайды екен. Бір әйел кісіге түс аян арқылы көрсетеді екен. Сол әйел кісі сол әйел кісінің арт жағынан көптеген бір әйелді адамдар ілесіп барады екен. Ол кісі сол міне жерде деп сол көкейіне салған бойынша бір табама сондай болады екен. Сол көрініспен қатар және бір апа сол жаққа бара жатыр екен. Сол әулие атаның басы табылған жерде ол кісі әрең шаршап келе жатады. Таяған сайын ауруынан айығып, қадамдар тез басып, сонда аяқ бойына күштарып, сондай бір көрініс болды. Иә, сосын сол атаның зиратынан андай біресе Айша бибананың кесенесіне де ұқсап қалады, Яссауи бабаның кесенесіне ұқсап қалады. Біресе көрініп, біресе көрінбей, біресе ерекше биік болып, ортасы анандай жазда бір салқындап отыратын неге ұқсайды екен. Сондай бір көріністе болды. Сосын соңғы бір көріністе ғарышта бір басқа өзге ғаламшарында ма осындай жап-жарық бір біздің қазақтың киіз үй көрінді. Сосын сол киіз үйден былай қарай өстіп бір жарық нұр бүйтіп мына жаққа қарай бүйтіп тартылып тұрды осындай. Сосын және де осы киіз үй бес бұрыштың үстінде тұрды, дәл ортасында тұрды. Одан кейін мынандай бір шеңбер бар екен, сонда 12 жыла аят, мысалы тышқан барыс деп 12 не бар болады ғой, хайуанаттардың несі. Сол бойынша бір айланбалы бір тізбектелген бір сағаттық бір есептік не екен. Соның үстінде тұрды осы қазақтың киіз үйі. Осындай көріністе болды. Бұл туралы барында киіз үйдің ішіне отырғызып қойған кезде мынау сөйтіп қатар отырғызып қойып, айналар сол 12 айдың мезгілдерін қоян, бара, сондай аз бір еңбектер мен оқығам, сөйтіп бір есептеп шыққан. Сонда киізмен байланысты төрде кім отырады, босаға жақта кім отырады, оң жақтағы дегендей. Ана айларды жүрікті. Бұл да бір қуаттардың жүйесі ма? Хан зікірі, Ақбұра атаның қолдауымен зікір ақпараты, күніресе табиғаты, таяқ алып еніресе, сабақ алып жетілсе, тәуекел етсе аман ғой, жат келсе саулықсыз үйдің маңайын күзетсе, үріп келген кеткеніне жоқ қой басқа шаруаға, күніге андығаны ерлігі, өзінікі ақ, өзгенікі бәрі қара, өнер тауып жақындаса болар еді Құдайға буғаны, жүзі буып қараласа, жақсыларды сынаса, жоқты еп дәнек қылмақ, бар айласы шатақ құрмақ. Ақшам зікірі, Сүйінбай атаның қолдауымен зікір ақпараты, қазақ халқы ояну үшін әуелі жаулық пен бөріктен өзінің қазақ ою-өрнек киімдерінен киюге қорқып шошынбау керек екен. Сол арамасты ішіп киюден ажыраудан үрейлерін женіп қана олар өзінің Құдай берген салтына келе алады. Әйелдер шаш қиып өзінің тағдырын қоса, байымен қоса ұрпағында тағдырларын қысқартпақ, ділласа бәрі азбақ. Бөріксіздер мен жаулықсыздар бөрікті мен жаулықты тең емес. Әлде қайда тақуалылар турашылдыққа жақын келмек. Бүгін маусымның 22-сі таңғы зікір. Ордаға Қойлыбай бақсы келді, қобызымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Әр нәрсе өз уақытымен. Алла тағаланың бұйрығымен ақ бақсылы қазақтардың өміріне қайтадан кірді. Бұрын бақсылар ел-елді аралап, қазақ даласын кезіп, Алла мен адамдардың арасында өз тылсымдық күшін көрсетіп жүрсе, қазіргі жағдай мүлде өзгеше. Қазіргі таңда олар ордаларда қызмет ету керек.
медицинаның күші жетпейтін, психологтардың шамасы келмейтін ауыр науқастарға көмек көрсетеді. Рас, қазір қобызшылар аз, барлар тылсым күшке емес. Болашақта ел арасынан қобызшылар көптеп шығады. Мешіттер ордаға айналады, бірігіп жұмыс істейді. Мешіт Алланың жердегі үйі. Олай болса, ол үйді не істеуді Алла тағала өзі біледі. Ата жолының көмегімен жаңа сипатқа ие болып, халыққа қызмет көрсетіледі. Халыққа жан жақты түсініктер жүргізіліп, олардың өздері ордаға көмек көрсететін болады. Адамдар толық қағидамен киінуді әдетке айналдырады. Халық өткен қателіктерін жөндеуге ынтызар болып, ізденіс үстінде жүреді. Бүгін қарсы болып, секта дегендер қателескенін мойындайтын, ертең бір күн туады деп кетті Қойлыбай бақсы.